Баршаңызға қайырлы күн, есімім Алтынай. Бүгін сіздермен бірге армян халқының тәттісі гатаның рецептісімен бөлісейін деп отырмын. Ол үшін міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырау белгісін міндетті түрде басып қойыңыздар. Алдымен ұнға үккіштен өткізілген майды салып, осылай қолымыздың көмегімен түйіршіктеп аламыз. Содан соң шым-шым тұз, 2 ас қасық құмшекер және 1 жұмыртқа, 200 грамм қаймақты салып, осылай қасықтың көмегімен алдын ала араластырып аламыз. Содан соң қолымыздың көмегімен жұмсақ етіп қамыр илеп аламыз. Қамырды илеп болғаннан кейін 10-15 минутқа осылай пакетке салып жылы жерге алып қоямыз. Салмасына фундукты және грек жаңғағын кішкене қуырып алдым. Содан соң блендердің көмегімен осылай майдалап жақсылап үгітіп аламыз. Ұнды да алдын ала қуырып алдым және оған разрыхлитель ванилинді салдым және блендерден өткізілген фундукты және грек жаңғағын осылай барлығын жақсылап салып алдым. Содан соң үстіне 100 грамм қант, сұйық май, бөлме температурасында тұрған сары майды салып, барлығын осылай жақсылап бір келкі болғанша араластырып аламыз. Сіздерге де дәл осы рецептімен жасап көруге кеңес беремін, себебі дастарханда да көрінісі өте әдемі және дәмі өте керемет болып шығады екен. Бір жасағаннан-ақ өзіме қатты ұнады. Қамырымыз дайын болды, менде 2 зуала шықты. Осылай оқтаудың көмегімен орташа қалыңдықта жайып аламыз. Жайып болғаннан кейін ортасына осылай дайын салмамызды салып шығамыз. Және осылай үстінен қолымыздың көмегімен бастыртып шығамыз. Салмасын салып болғаннан кейін осылай видеода көрсетілгенше етіп орап шығамыз. Және осылай оқтаумен кішкене бастыртып шығамыз. Мен осылай форманың көмегімен кестім. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша әртүрлі формада жасасаңыздар болады. Духовканы алдын ала қыздырып аламыз және табаға осылай пергамент қағазын төсеп, барлығын жақсылап орналастырып аламыз. Үстіне жұмыртқаның сарысымен 50 грамм сүтті араластырып осылай барлығын жағып шықтым. Өздеріңіздің фантазияларыңызға қарай түрлі өрнек салсаңыздар да болады. Мен осылай үгітілген арахисті септім. 180 градуста 30 минутта пісіріп аламыз. Тәтті гатамыз дайын болды. Егер де рецепт ұнап жатса, лайк басып комментарий қалдыра кетіңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын.